Ассаляму-алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында кереметтей кабачкидан осындай рулет жасайтын боламыз. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видео рецепт сіздерге пайдалы болып жатса, міндетті түрде лайк басып, комментария жазып кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен кабачкиді жақсылап жуып, осындай ұзыншалап бөліктерге бөліп аламыз. Мен осылай екі кабачкиді жасадым, осының өзінен біраз рулет шығады. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды шағып, оның үстіне кішкене тұз салып, паприка қосамыз да, үшеуін жақсылап араластыратын боламыз. Міне осылай жақсылап араластырыңыздар, сонда түсі әдемі болып шығады. Жақсылап араласты. Енді мынау бізде панировочный сухари дейді, яғни нанның үгітіндісі ғой, былайша айтқанда. Кабачкиді жақсылап жұмыртқаға батырамыз да, осы жаңағы сухариға жақсылап матырып алып, бәрін бір жерге жинайтын боламыз. Осы кезде майыңызды жақсылап қыздырып қоясыздар. Орташа отта қызып тұрған майда кабачкиді пісіретін боламыз. Мен сіздерге екі жағдайда пісіруді ұсынғым келіп тұр. Бірі осылай майда қуырсаңыздар және духовкаға салып алсаңыздар да болады. Яғни майлы жегілеріңіз келмесе, бірақ осыны қағаздың үстіне қойсаңыздар майын бірден сорып алады. Сондықтан өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша екі жағасы кішкене сарғайса, соның өзі жеткілікті. Біз жұқалап турадық, сол себепті қатты пісірудің қажеті жоқ. Міне осылай жинаймыз, қағаздың астына майын толықтай сорып алады. Енді аскөкті тураймыз қалауыңызша. Мен осылай жұқалап жіңішкелеп турадым. Енді осыны сырымызға қосамыз. Яғни творожный сыр дейміз ғой. Осыған қосып жақсылап араластырамыз. Кез келген начинка бола береді ортасына, өздеріңіздің қалауларыңызша. Енді мен осылай творожный сырды жағып, ортасына бір қызанақты қостым да, осылай орап шықтым. Міне тағы бір рет сіздерге көрсетейін. Аласыздар, жұқалап жағасыздар, ортасына бір қызанақты саласыздар да, рулетті орай бересіздер. Міне осымен біздің рулетіміз дайын болып шықты. Оңай, тез дайын болады. Сондықтан жасап көріңіздер, керемет болып шықты. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің рецепттерімді жоғалтып алмайсыздар.